Армысыз тыңдарман, арнама тіркеліп кетіңіз. Лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріңіз. Мен Алматы облысындағы шалғай аудандардың бірінде қарапайым отбасында дүниеге келдім. Үйде қыздың үлкені едім. Әкем мен шешем өте қарапайым адамдар болды. Сол кездегі көп отбасындағы сияқты әкем анамды көп жылататын. Менің есімде шешемнің жазықсыз таяқ жеп жататыны. Әкем жиі ішпейтін, бірақ бір ішкенде үйде міндетті түрде концерт болатын. Жұмыстан уақытымен үйге келетін әкем кешіккен жағдайда анамның көңіл күйі түсіп терезеге қарағыштап, оған қарап балалары біз уайымдап кететінбіз. Ол кездегі еркектердің түсінігі солай еді ғой. Еркек не еркелік жасаса да әйел оның бәрін көтеруге тиісті. Бірақ шешем әкемнің таяғын жесе де ол аздай әкемнің туыстарының анда-санда әкеме шағыстырып ұрғызып кететініне де мойыған жоқ. Бізді 6 баланы бірінен соң бірін дүниеге әкеліп тірлігін істеп жүре берді. Кейін есейген соң неге ажырасып кетпегенін сұрайтынмын. Ойбой, ажырасу ойыма да келмейтін деп жауап беруші еді. Шешем әрине өзі дұрыс деп тапқан өмірді таңдаған шығар. Балаларымды қаңғыртпай, әкесінің қасында өсірдім деп ойлайтын шығар. Бірақ екеуінің бітпейтін ұрыс керісі, әкемнің шешеме тым қаталдығы, оны балаларымның анасы өмірімнің мәні деп қарамауы, мына балалары біздің психологиямызға үлкен салмақ болды. Менің көз алдымда еркек образы әкем арқылы қалыптасты. Еркек не бүлдірсе де, ішсе де, қаңқыса да, әйелін адам құрлы көрмесе де, ол еркек. Ал оған төзу әйелдің бұлжымас міндеті деп қабылдадым. Солай жүріп бой жеттім. Мектепте жақсы оқығаныммен армандауды білмейтінмін. Үйдегі әкемнің жинаған кітаптарын оқып жүріп, сондағы кейіпкердің орнына өзімді қойып көріп қиялданып жүретінмін. Бірақ армандап, алдыма мақсат қойып, мына мамандықтың иесі боламын деген ой басыма кірмепті. Ары беріден соң ол баланың армандауы да әке-шешенің қолдап қанаттандыруына байланысты екен. Ал менің шешем тек таңнан кешке дейін тірлікке салуды ғана білді. Тіпті кешкісін сабағымызды оқуға шама келмей төсекке жетіп жығылатынбыз. Мектеп бітірген соң әкем аудан орталығындағы бір колледжге апарып түсірді. Ең жақын жердегі оқу, жүретін үй бар. Тек соны ескерді. Ал бұл мамандық қызымның жанына жақын ба? Келешекте осы мамандықпен жұмыс істеп кете ала ма? Оны ескерген жоқ. Мен мектепте гуманитарлық пәндерге өте жақын болдым. Қазақ тілінен шығарма жазып, әдебиеттен сабақ айтқанда мұғалімім сүйсінгенін жасыра алмай қарап тұратын еді. Әкем кітап құмарлығымды, мектепте осы тіл жағына жүйрік болғанымды неге ескермегенін әлі түсінбеймін. Егер мен мұғалімнің оқуын оқығанымда менен мұқтаж мұғалім шығар еді. Қош, сонымен әкем түсірген оқуды айтып бүйтіп бітірдім ғой. Бітірер жылы бір жігітпен таныстым. Ол жігітке бірден ұнаған болуым керек. Артымнан қалмай жүріп, колледж бітіре сала үйіне келін етіп түсірді. Ал мен ауылдан келген аңғал қызбын. Бірінші кездескен жігітке күйеуге шығып кете беріппін. Арамызда күйіп жанған сезім болды деп айта алмаймын. Жігіттікі ұнату, менікі балалық болдау. Оның үстіне әкем мен шешемнің бітпейтін ұрысынан қаштым ба? Әлде әкеден көрмеген жылылықты күйеуден іздедім бе? Әйтеуір 18 жасымда біреудің босағасын аттап кете бардым. Бір ұл, бір қыз тудым. Неден қашсаң, соған тап боласың дегенді бекер айтпайды екен. Ата-енемнің үйінде одан да сорақы жағдай. Атам жұмыстан күнде ішіп келеді. Үйге кіре бергеннен ақырған даусынан қорқып кететінмін. Кіргеннен енеме тиісе жөнеледі. Егер үйде енем балалары болмай қалса, нысанасына мен ілінемін. Болмайтын нәрсені сылтау қылып ұрысқанына, арасында тіпті боқтап жіберетініне үнсіз көнетінмін. Күйеудің табатын ақшасы мардымсыз. Ал атам мен енем бізді асырағанын міндет қыла бастады. Атам үшкен күні үйден кетіңдер. Қайда барып тұрсаңдар, онда барып тұрыңдар. Бұл үй менікі. Сендерді қашанға асыраймын деп айқайға басатын еді. Бір жағынан сөзінің жаны бар. Баласы үйленгенді, бала тудырғанды білген соң, әке-шешесіне сүйенбей отбасын асырауды да білуі керек қой. Сол ата-енемен тұрған 5 жылда менің жүйкем кете бастады. Балаларыммен не киімге, не тамаққа жармадық.
Артымнан келген киімдер тозды. Балаларға арнайы киім алу жоқ. Елдің толғанда құтты болсын деп әкелген киімдерін ғана киіп жүрді. Күйеудің миын жеп Алматыдан жұмыс іздесеңші, қашанға бұлай отырамыз дей беретін болдым. Алматыға сорым айдап кететінін сол кезде біліппін бе? Бір күні күйеуім Алматыға жұмысқа кететін болды. Стройкада істейтін жолдастары шақырыпты. Оны жіберіп, балалармен ата-енемнің үйінде өзім қалдым. 2-3 ай дегенде келіп бізді алып кетті. Бір туыс ағасының үйінде уақытша тұратын болып, сосын пәтер жалдамақшы болдық. Сол тұрғаннан ол жерде уақытша емес 3-4 жыл тұрдық. Кішігірім бизнеспен айналысатын ол ағасы күйеуімді өзіне жұмыс қалды. Ал мен балалармен 1 жыл үйде отырдым. Күйеудің тапқаны тағы дымға жетпеді. 1 жылдан соң балаларды ауылға апарып тастап, өзімде жұмысқа шықтым. Өмірдегі жасаған ең үлкен қателігім осы болды деп ойлаймын. Алматыда тұрып жатқандар түсінеді. Мұнда егер үйің жоқ болса, бір адамның тапқаны дым болмайды. Ақша, пәтер ақы мен жол пұл және тамақтан артылмайды. Дұрыс киім алып кию арман еді. Сол себепті де 1 жылдан соң жұмысқа шығуға мәжбүр болдым. Білекті түріп жіберіп базарға саудаға шықтым. Бұрын соңды сауда жасап көрмеген, ұтылған кезім көп болды. Сөйте ысылдым да 1 жыл базарда тұрған соң қатты ауырып операциядан бірақ шықтым. Аяқтан суық әбден өткен екен. Операциядан соң тағы 1 жылдай үйде отырдым. Қайтадан базарға саудаға шықтым. Бұл жолы басқа базар еді. Саудасы жақсы болатын. Жайлап ақша жинай бастадық. Күйеу де табысы мол жұмысқа орналасты. Солай жүргенде балаларым мектепке баратында уақыт болып қалыпты. Оларға алаңдамаңдар. Біз мұнда өзіміз оқыта береміз деді енем. Ол кезде жаспын, түктің қадірін білмеймін. Енемнің ол ұсынысына қуана келістім. Бұл менің екінші қателігім еді. Ақмақ басым, балаларым кішкентай кезінде, нақ керек кезінде қасында болудың орнына ақша табуды ғана ойлап кетіппін. Қазір ойласам, көздері мөлдіреп бізді күтіп жолға қарап жүреді екен ғой. Мен балалықпен күйеуге шыққанымен уақыт өте келе күйеуімді қатты жақсы көріп бауыр бастым. Ол мен үшін бәрі еді. Одан әкемнен көрмеген мейірімді іздедім. Өзім әлі баламын, оған еркелегім келетін. Түнде құшақтап жатқаныма мәзбін қысқасы. Содан күйеуім ақша тапқан соң өзгере бастады. Түнде қыдырып кететіні жиіледі. Сұрасам, достарымен бильярд ойнайдымыз. 1-2 рет өзімді ертіп барып, көзімді жеткізген соң аса көп мазасын алмайтында болдым. Bir жағы жұмыстан шаршап жүр ғой, демалғысы келетін шығар деп түсіністік таныттым. Оған Құдайдай сендім. Маған балаларына зиян келетін нәрсе жасайды деп үш ұйықтасам түсіме кірмейтін. Қыдыру жай қыдыру емес, үйге қонбай қалып таң ата келу басталды. Енді мені мүлде тыңдамауға айналды. Қайда барасың деген сұрағыма жауап бермеген күйі үйден шығып кететін болды. Таңда келе сап киім ауыстырып жұмысына кетеді. Осылайша қанша уақыт жүргені белгісіз. Bir күні төбемнен жай түсірген оқиға болды. Менің базардан тапқан табысым, оның табысын қосып долларға айналдырып үйде ұстайтынбыз. Енді тағы біраз ақша жинасақ, сосын күйеуім астындағы машинаны сатса, ескілеу болса да бір үйге қол жеткізіп тұр еді. Ойымда тек сол ғана. Ертерек үй алып, балаларымды әкеліп толыққанды өмір сүру еді. Ол ақшаны қайта-қайта санап, орнына қайта салып жүретінмін. Bir күні қарасам, ақша салған сөмке бос тұр. Жүрегім зырқ ете қалды. Бірден күйеуіме хабарласып сұрадым. Мен жұмыстың ақшасын ұрлатып алдым. Базарға барғанда ала шыққан ем, қалтаға түсетіндер қағып кетті. Ал үйдегі ақшаны соның орнына қойдым деген жауап алдым. Оған Құдайдай сенетін басым шынында ұрлатқан екен деп шу шығармадым. Ішімнен тынып 2-3 күн жылап жүрдім. Үй аламыз. Біраз ақшасын жинап қойдық деп біраз адамға мақтанып жүредім. Қайдан білейін, тіл көз деген нәрсенің бар болатынын, ондайды жасыру керек екенін. Бірақ жаспын ғой, аса қайғырмадым. Денсаулық болса тағы табармыз. Бастысы балаларым аман болсын деп жүре бердім. Күйеуімнің қыдырысы онымен тоқтай қойған жоқ. Күнара кейде күнде машинасын мініп алып шығып кететін. Ол тіпті мен үшін қалыпты нәрсе болып та кетті. Ана ақша жоғалған соң арада тағы 2-3 ай өтті. Bir күні кешке жұмыстан келіп отырсам, күйеуімді жұмыс қалған туыс ағасы үйіне шақырды.
Ойымда түк жоқ, жетіп бардым. Барсам күйеуім сүмірейіп сол жерде отыр. Солардың бизнесін жүргізетін еді ғой. Кассадан өте көп сомадағы ақшалары жетпей, күйеуімнің бір бәлеге шатылғанын сезіп мені шақырып отыр екен. Енді ол ақшаның орнына қоятын үйде ақша жоқ, машинамызды алатын болды. Ол машина сол кездегі доллармен 10 мың доллар тұратын машина еді. Ішім удай ашса да амал жоқ, қарызды төлеу керекпіз. Машина соларға кетті. Енді мүлде дымсыз қалдық. Алдындағы ақша жоғалған соң, ең болмаса сол машинаны сатып жер аламыз ба деп ойлап жүргем. Бірақ үй, жер туралы тек мен ойлайды екем. Күйеуімнің дүниесі түгел. Енді қала ішінен пәтер жалдап тұруға ақша қалмады. Қала сыртына кеттік. Мен базарды тастап бір дүкенге сатушы болып орналастым. Күйеу казиноға барып жүрген екен. Оны кейін білдім ғой. Бір күні маған 2 миллион теңге әкеліп берді. Оны қайдан алғанын сұрап едім, казиноға барғанын айтты. Осы сауынға баруым, енді бармаймын деді. Мен аңқау айтқанына тағы сендім. Ана 2 миллион теңгені үйдегі шкафқа тығып қойдым. Содан бір апта өтті ме, өтпеді ме, сол күні күйеуім мені жұмыстан алып кететін болған. Мен отырмын күтіп. Телефонына хабарласып жатырмын, көтермейді. Амал жоқ, дүкенге жақын жердегі бір туыстың үйіне қонуға тура келді. Түнімен алаңдап тағы звондап шықтым. Телефоны өшік. Таң да атты. Қайтадан жұмысыма келдім. Әлі хабар жоқ. Сөйтіп отырғанда абысыным келді. Өң түс жоқ, мені көріп күйеуін шақыртты. Әлгі туыс ағасы ғой күйеуімнің. Сөйтіп тұрғанда күйеуім хабарласты. Ала салып, қайдасың, не болды деп сұрап жатырмын. Мен біттім деді ар жағынан күйеуім. Бәрін бітірдім. Ағамның тағы ақшасын салып жібердім. Саған берген 2 миллион да жоқ. Мұнда бір жаман тамның ішінде отырмын. Қазір асылып өлемін дейді. Мен мына жақта еңіреп жылап тұрмын. Өлмеші өлме деймін оған. Маған керексің, өлме деп дүкеннің қақ ортасында жер тепкілеп жыладым. Қайнағам, абысыным үшеуміз Қапшағай жақты іздеуге шықтық. Бірге барып жүрген бір жігітті тауып алып, қандай казиноға барып жүргенін көрсет дедік. Ол көрсетті. Барсақ, жай казино емес, веб-казиноға барып жүр екен. Кіру құнының өзі сол кезде 1000 доллар. Не деген ақша десеңші. Мен мұнда балаларыма қолым жете алмай пәтер жалдап, ішуге жеуге қимай жүрмін. Ертерек үйлі боламыз ба деген арманның күлі анау көкке ұшты. Бұл жыр веб-казиноға барып, ағасының ақшасын өз ақшасындай салып, мең-зеңмін қысқасы. Оны жамандыққа қия алмаймын. Бізге отбасына мұндай жамандық істеу мүмкін емес дей. Оны таппадық. Сол кеткеннен 2-3 күн өткен соң бірақ келді. Аман келгеніне шүкір еттім. Бірақ алдымызда миллиондаған қарыз тұр еді. Енді менің жүйкем сыр бере бастады. Қит етсе жылай берем. Екі адам бір-бірімен сөйлесіп тұрса, бізді айтып жатқандай. Ешкімге ештеңе айта алмай ішімнен тынам. Елдің бәрі мені табалайтын сияқты. Өң мен түстің арасындағыдай бір дүние. Қойшы, не керек, тапқан ақшамызды тапқанша беріп жүріп, бұл қарызды да еңсердік. Жақсы макаронның орнына арзанын жедік. Киім дегенді ұмыттық. Қарыздан барынша ертерек құтылудың амалын жасадық. Жасадым десем де болады. Күйеуімнің шекесіне әбден тиді. Енді мұндайға аяқ баспайды деп сенімдімін. Менің қалай жыңлап еңірегенімді көрді. Қиын кезде қолдап қасында болдым. Қарызға батырдың деп ренжіп тастап кетпедім. Енді менің қадірімді жақсы түсінді. Осыдан былайғы өміріміз жақсы болады деп жүрмін. Балаларымды да ауылдан Алматыға келдім. Жақын жердегі мектепке орналастырдым. Екеуі де өте жақсы оқиды, жандарым сол. Мектептегі мұғалімдерінен тек мақтау мен алғыс естимін. Қызды онша уайымдамаймын. Ұл тәрбиесі мені қатты алаңдата бастады. Ішімде бір алаң бар. Бұл да әкесіне ұқсап құмар ойнап кетсе қайтемін. Қайтсем бұны жақсы адам қылып шығарам. Тәрбиелейтін әкесінің түрі анау. Ары-бері ойлап жүріп тапқан шешімім баланы КТЛ-ға беру болды. 7-ші сыныпқа өтер жылы апарып жетектеп жүріп емтихан тапсырттым. Айналайыным 2000 үміткер ішінен ең жоғарғы балды алып, оп-оңай түсті де кетті. Болды, енді уайым жоқ. Сөйтіп жүрсем, қызым бойжетіп қылтыңдай бастапты. Жігіттерге жазған хатын көріп қалдым. Үндемедім.
Сені де лицейге жіберермін дедім ішімнен. Келесі жылы ол да тапсырып түсіп кетті. Таңертеңнен кешке дейін үйдің бетін көрмейтін маған басқа амал да жоқ еді. Қарыздан құтылып, елдің бетіне тік қарайтын кез де келді, шүкір. Енді жайлап тағы ақша жинай бастадым. Қиындықтың бәрі ұмытылғандай. Сол жылдары әйтеуір Құдай қарасып, саудам да дүрілдеп жүріп тұрды. Біраз ақшаның басын құрап, облыс орталығы Талдықорғаннан 2 бөлмелі пәтер алып жалға беріп те қойдық. Еңсе көтеріліп, Алматы болмаса да Талдықорғанда үйіміз бар деп көңілде жайлана бастады. Күйеу қар жауды, ізді басты деді ме, қайтадан қыдырысын бастады. Бір күні тағы бір қымбат машинаны мініп келді. Бағасы сол кезде $20,000 шамасы. Аз ақша емес. Бөліп төлеуге беріп жатыр, сосын алдым деді. Бөліп төлеп құтылсын. Кейін біраз ақша жиналса, машинаны сатып үй алармыз деп ойладым. Көңіл жайланып, тамақ сіңіп, ептеп тола бастадым. Толған жарасады екен. Күннен күнге ажарланып, әдемі болып шыға келдім. Бірақ күйеудің қыдырысы тағы жиіледі. Арасында айқай-шу шығарам. Бірақ мені қыстырмайды. Менің мінезіме әбден қанық болып алған ол бажылдағаннан ары бармайтынымды жақсы білді. Күнім үйге таң ата келетін күйеуді тосумен өтіп жатты. Жаңа үйленген кездегідей құшақтап жатқым келеді. Кеудесіне басымды қойып ұйықтағым келеді. Кейде тіпті төсек аңсап кетемін. Ондай кезде WhatsApp-қа үйге келші, сені сағынып жатырмын деп жазамын. Күйеуім селк етпейтін. Солай жастық құшақтаумен де 3-4 жыл өтіп кетті. Бір күні кездейсоқ күйеуімнің ашынасы бар екенін біліп қалдым. Өзі істейтін базардан тауып алыпты. Білмегенім жақсы еді. Ішіп қойғандай күй кештім. Тағы құржылау, тағы тамақ батпау. Депрессияның екінші кезеңі басталды. Тағы ішімнен тындым. Ешкімге ештеңе айта алмаймын. Ішім удай ашиды. Мұздатқыштан мұздай су алып ішіп, ішімнің өртенгенін басып жүрдім. Басына іс түсіп, қарызға басымен кіргенде қасында болдым. Ашына да тоғына да көндім. Өзін қойып ағайын туған бауырларын, әке-шешесін жақсы көрдім. Неше жыл әр пәтерде әр қожайыннан сөз естіп жүрісім мынау. Осы үшін балаларымның қасында да болмадым. Оны бәрінен жоғары қойдым. Қатты сөз айтуға жеткізбей, қабағынан ақ именіп, артық қимылда жасамайтынмын. Менде кластас, дос құрбы деген болған жоқ. Күйеуге тиген осы екен деп бәрінен қол үзгем. Осының бәрі не үшін? Осы уақытқа дейін төзгенімнің өтеуі осы болғаны ма? Ішімде сансыз сұрақ, жауабы жоқ. Бұл жолы бүк түсіп жатып қалдым. Мүлде тамақ батпайды, тек жылай берем. Қашанғы жатам, жұмыс қалып барады. Сүйретіліп тұрдым орнымнан. Бірақ енді күйеуге деген бұрынғыдай құрметім қалмады. Үндемей, қарсы келмей қоя салатын басым, артық сөзін көтере алмаймын. Бұрын ұрып тастайды деп қорқушы едім. Енді ұрса ұра берсін, қайтпай ұрсысам. Ашындым қысқасы. Сәл кешіксе артынан іздеп шығам. Түн ішінде ол барадау деген жердің бәрін шарлаймын. Жанымды қоярға жер таппай жүрмін. Өзімді жер бетіндегі ең сорлы әйел сезіндім. Бірақ қанша алыссам да ол менен жеңілмеді. Қыдырғысы келгенде мені қыстырмай үйден шығып жүре береді. Еңіреп жылаған күйі мен қалам. Болмаған соң енеме жылап тұрып мән-жайды айттым. Енем 1-2 рет үнсіз тыңдады. 3-ші рет жылап звондағанымда өзіме ұрсып берді. Екеуіңді мен тауып қоспадым, маған тыныштық бер деді. Одан кейін хабарласып мазаламадым. Осылай алысып жүріп қала сыртынан үй салдық. 15 жыл дегенде өз үйіміз қолымыз жетті. Балаларым өсіп қалды. Ата әже боламыз. Мына үйдің ішін берекемен бақытқа толтырамыз деп жүрмін. Енді күйеуіме ашық талап қоюға көштім. Бос жүріс қыдырысты тастайсың. Сандалып жүрген дос-сымақтарыңды құрт. Үйге тек арақ ішу үшін келетін. Осы уақытқа дейін өткен өмір өтті. Енді алдағы өмірді адам құсап сүрейікші дедім. Арманым бала-шағам, күйеуім қасында кәдімгі отбасы сияқты шүйіркелесіп отырып шай ішу еді. Күйеуім бізді асыраса, мен тамақтарын дайындап, басқа нәрсеге басымды қатырмай, тек үй шаруасын істесем. Меніңше барлық әйел осылай армандайтын сияқты. Бірақ өмірдің маған дайындаған тосын сыйы әлі бітпеген сияқты. Бұл тағы казиноға барып жүрген екен.
Оны тағы ағасының бизнесінің есебі дұрыс шықпағанда бірақ білдік. Бір түнде астындағы машина да жоқ болды. Оның қайда кеткенін сұрасам, рассрочкаға алған едім ғой, төлей алмаған соң қайтарып бердім деп құтылды. 20 мың доллардың машинасы тағы солай жоқ болды. Ағасы осы жолы шын түңілді, білем, бұны жұмыстан шығарды. Өзі де әбден банкрот болды. Жұмыстан шыққаны бұған тіпті жақсы болды. Енді үйде жатып ішуі жиіледі. Басқа жұмыс қарастыратын ойы жоқ. Үйде бір ешек бар, жұмыс істеп жүрген, сол жетеді деді ме. Ең болмаса келіп маған көмектес, мен үйге ертерек қайтып тамағымды жасайын дегенімді де қыстырмады. Бұрынғы ма енді айқай-шу жиіледі. Менің де жүйкем тозып бітті. Кез келген жерде кімде тұрғанына да қарамайтын болдым. Тілімді сұғып-сұғып аламын. Есесіне жақсылап таяқ жеймін. Бір кезекті ұрыста кетемін дедім. Шыдамым шегіне жетті. Кетемін. Кетсең кет деді ол, бірақ бизнесті тастап кетесің. Өзің қайда барсаң онда бар деді. Ол кезде азық-түлік дүкенін жалға алып істетіп жатқанмын. Ана сөзі жүрегіме оқ болып қадалды. Мен бұның қасында не үшін жүрмін шырылдап? Ақыры бұған мен емес ақша керек болса. Неше бәлені істесе де қалмай жүрген көңілім осы сөзден кейін бір жола қалды. Саған мен емес ақша керек болса, онда алып қал дүкеніңді. Мен шаршадым дедім де шығып жүре бердім. Магазинге аттап басушы болма деп ол қалды. Мен сол кеткеннен сөзімде тұрып аттап баспадым. Үйден де кеттім. Ақыры ол үйді де сенің рахатыңмен достарыңның келіп қона жатып ішіп карта ойнайтыны үшін салған екенбіз. Маған мұндай өмір керек емес. Саған неше жыл төзгенде осындай өмір үшін төзген жоқпын. Сені әйтеуір бір есін жинап, отбасының қадірін біледі деп үміттендім дедім. Көнсең осы, көнбесең әне есік. Мен қоймаймын деді ол. Қала ішінде тұратын аға жеңгемнің үйіне келіп жаттым. Ештеңе қызық емес, ешкіммен сөйлеспеймін. Тамақ та батпайды. Неге? Не үшін? Осы нәрсенің бәрі неге менің басымнан өтіп жатыр? Мен кімнен кемедім? Бір еркектің қамқорлығы мен махаббатына неге лайық болмадым? Мен одан көп нәрсе сұраған да жоқ едім ғой. Жай мен де күйеуіме еркелеп, арқа сүйеп өмір сүргім келді. Сол жатыста артымнан келер деп үміттеніп жаттым. Бірақ оны менің үйден кеткенім де, дүкенді тастап шығып жүре бергенім де ойландырмады. Елге мен оны үйден қуған жоқпын деген сылтауын айтып жүре берді. Үйден кеткеніме 2-3 жыл болып, мені қайтаруға тырыспаған күйеудің әрекетінен ақыры көңілім қалып сот арқылы ажырастық. Ең болмаса сотқа арыз бергенімде есін жияр деген соңғы үмітім де ақталмады. Бірінші соттағы қарсы еместігін айтқан соң сот бізді бірден ажыратты. Сонымен менің жалғыз басты өмірім де басталды. Алда мені не күтіп тұр? Балаларымды қалай үй-жай қыламын? Ол енді уақыттың еншісінде. Бір білерім, күйеумен сүрген 20 жылда тағы солай қайталағым келмейтіні. Алла тағала еркекке артық нығмет берген ғой. Әйелді қалай бақытты етіп, мейірім, қамқорлық көрсетем десе де қолдарында. Өкінішке қарай еркектер қолындағы сол мүмкіндікті пайдаланғысы келмейді. Сенің сұлу, ақылды, саналы болғаныңнан еш пайда жоқ екен. Құдай бармақтай бақ бермесе.